Мен Манапбаева Гүлнұр Қанатқызы, Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы. Рахым Сәбденов ауылында орналасқан Бәйшешек бөбек жайында тәрбиеші болып қызмет атқарамын. Алматы қаласы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығын үздік оқып, бітіріп шықтым. Еңбек өтілім 15 жыл, санатым педагог-модератор. Бала таза парақ сияқты. Оған қандай тәрбие берсек, солай қалыптасады. Сондықтан біз олардың әр қадамына мән беріп, жүрегіне мейіріммен білімнің дәнін себуге тырысамыз. Әр бала ерекше әлем. Бірі ән айтуды жақсы көрсе, Бірі билеуге құмар, енді бірі сурет салуға әуес. Осындай өнерліде ақылды бүлдіршіндеріміз біздің мақтанышымыз. Нағыз тәрбиеші ұлттық құндылықтарды бала жанына сіңіріп, нағыз патриотты тәрбиелейді. Заманауи біліммен қанаттандыратын рухани сәулетші ғана емес. Баладың болашағына жол аша білген жан. Жұмыс барысында қол жеткізген жетістіктерім. Шәкірттерімнің кішкентай қадамдар мен үлкен армандарға ұмтылуы. Бұл мен үшін ең үлкен марапат. Тәрбиеші болу жай мамандық емес, ол жүрек қалауымен таңдалған жауапты жол. Мен өз жұмысымда ұлттық құндылықтарды дәріптей отырып, заманауи әдістерді тиімді қолдануға тырысамын. Себебі саналы, білімді, рухы биік ұрпақ тәрбиелеу баршамыздың ортақ міндетіміз. Бұл байқау мені жаңа ізденістерге жетелеп, өзімді одан әрі дамытуға үлкен серпін берді. Осындай мүмкіндікті ұсынған ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін.